Ассалаумалейкум құрметті оқырмандар, маған көбінесе инстаграмға осындай хаттар келіп жатады, менің каналыма монетизация қосама деген сияқты, және өзінің каналына сілтемесін жіберіп жатады. Оның каналын қарап көрген кезде көбінесе шарттар орындалмай жатады, яғни YouTube-тың ішіндегі ережелерге сәйкес емес канал болып табылады. Егер де сіздің каналыңыз болатын болса, творческий студия кіріп монетизация бөліміне кірген кезде бұл жерде барлығы шарттар тұрады. Монетизацияға өту үшін, яғни вступите в партнерскую программу деп жазылып тұрады. Оның шарттарын сіздер мен айтпасам да білетін шығарсыздар. Қазір кезде түрлі сабақтар бар монетизация жайлы. Монетизацияға кіру үшін 1000 подписчик және 4000 сағат жинау керек. 2022 жылға дейінгі ереже осындай болды. 2022 жылы осындай тағы екі раздел шықты, яғни бұл жерде толтыру керек. Яғни двухэтапный аутентификация бұл сіздің каналыңыздың қауіпсіздігі үшін, екіншісі действующих предупреждений нет деген. Бұл дегеніміз сіздің каналыңызда қазір кезде ешқандай ескерту болмау керек. Және осы жақта төртеуінде птичка жанған соң сізге осы асты жағында подать заявку деген батырма шығады. Сол батырмаға басып, әрі қарай монетизацияға заявка жібересіз, яғни ұсыныс. Менде қазір бұл каналда ниша өзгергендіктен, ниша өзгеріп жатқандықтан видеолардың барлығын өшіріп тұрып, басқа нишада түсіріп жатырмын. Қазір уже 4000 сағатқа жақындап қалды. Сіздерге бұны мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Бұл жерде мінекей требуется 1000 подписчик және 4000 сағат жинау керек. 1000 подписчик және 4000 сағатты жинап болған соң, мына жақта действующее предупреждение нет дегенде галочка тұру керек міндетті түрде. Барлығында галочка жанып тұрған соң, сіздің каналыңыз 100% монетизация қосылады деген сөз емес. Маған көбінесе жаңағы монетизацияға қосама деп каналын жіберіп жатқан кезде көбісі TikTok-тан немесе басқа бір әлеуметтік желіден видеоларды алып алады да, сосын өзінің YouTube каналына салып жатады. Сол арқылы жаңа подписчик сағатты жинап алған болады. Жақында бір канал 4000 сағатты тапсырыс берген болатын. Оның каналында музыка туралы қазір кезде хит әндер деген сияқты, 2022 жылы хит әндер деген сияқты подборкалар жасап болған музыкалық форматтағы канал, яғни музыка нишасында. Әлбетте оған монетизация қоспайды, себебі оның барлығы авторский права болып табылады. Ол авторский права болып тұрған кезде видео жүре береді, бірақ мына жақта действующих предупреждений нет деп тұра береді. Бұл жерде жасыл галочка тұра береді. Себебі ол видеолардың авторы ол каналға ешқандай страйк жібермеген. Страйк деген ол сіздің видеоңызды қолданып жатыр деп YouTube сізге авторский права разделінен шығарады. Және де сізден сұрайтын болады, бұл видеоны біз не істейік, удалить етейік па, немесе осылай тұра берсін ба деген сияқты. Дәл осылай авторский права разделінде шығатын болады. Жаңағы айтып өткендей, басқа біреулердің видеоларын алып тұрып, әрине монетизацияны қоса алмайсыз. Егер де басқа біреудің видеосымен де өзінің жолдары бар, авторский праваны айналып өту жолы бар. YouTube-тың ішіндегі әділ ереже болып табылады. Әділ іс-әрекет, яғни басқа біреудің видеосын белгілі бір нарезка кесіп алып тұрып, белгілі бір ережелерді жасау. Оның барлығы енді тегін айтылмайды. Адамдар қазір кезде өздерінің курстарында енгізіп қойған. Менде де өзімнің авторлық YouTube курсымда сол авторский праваны айналып өту жайлы сабағым бар. Оның барлығы үлкен тәжірибелермен түрлі каналдарға бан алып қалу және тағы басқа страйк келу арқылы келген тәжірибелер. Соның барлығын өз тәжірибеме сүйеніп отырып, өзімнің сабағыма қосып қойған болатынмын. Егер де сіз өзіңізді түсіріп отырып видео салатын болсаңыз, ол кезде 100% сізге кепілдік сіздің видеоңыз, сіздің каналыңызға монетизация қосуына. Себебі YouTube-та көбінесе адамның өзі ерекше, әркімнің өзінің ерекше дауысы болады. Сол ерекше дауыспен дыбыстап бір нәрсені айтып, немесе обзор түсіру, немесе осылай влог, немесе образовательный, яғни білім беретін контент түсіру. Оларға YouTube 100% бірден көп ойланбастан монетизация береді. Және де мысал ретінде екінші каналымда көрсетейін. Жақында монетизацияға заявка жіберген болатынмын. Қазір кезде 3-4 күн уақыт болып қалды, әлі де ойланып тұр. Монетизация бөлімінде 4 шаг, яғни 1000 подписчик, 4000 сағат және двухэтапный аутентификация ескерту жоқ деген соң барлығында галочка жанған соң подать заявку деп басасыз. Подать заявку деп басқан соң 3 шаг шығады, соның барлығынан өтуі тиіс. 2 шақта сіз өзіңіз қолмен өтесіз, 3-ші шақта сіздің видеоларыңыздың барлығын тексеретін болады. Бұл шақтарды дұрыс толтыру туралы менің YouTube-та каналымда видео бар. Google AdSense-ті қалай толтыру деген сияқты, ішіндегі налоговый форманы қалай толтыру, соның барлығы
туралы видеолар бар. Осылай 3 шаг болып тұрады. Бірінші шакты өткен соң сіз барлық ережемен таныстым деген сияқты мына жақта принять дегенді басасыз. Екінші шакта өзіңіздің AdSense-іңіз болса, басқа да каналдарыңызды осылай тіркей бересіз. Сол AdSense-іңізге. AdSense дегеніміз ол сіздің атыңыздағы кошелек. Бір адамның атына тек бір-ақ рет ашылады. Егер де сіздің аты жөніңізбен тағы да басқа AdSense ашылатын болса, ол кезде сізге ескерту келеді. Ананы өшіріңіз, не мынаны өшіріңіз деген сияқты. Сол үшін де ол удостоверение личности, яғни жеке куәлігіңіз сияқты адамның атына бір рет ашылады. Осылай AdSense тіркеген соң, менде AdSense болған соң дереу тіркедім. Сол кезде 5 минуттың ішінде осылай выполнение деп шығады. Егер де сізде жаңадан ашылған AdSense болатын болса, ол AdSense-ті 12 сағат шамасында тексереді және осы жақта жасыл жанады, барлығы дұрыс болатын болса. Ал үшінші шақта бұл тек әрі қарай YouTube-тың іс-әрекеттері, яғни видеоларыңызды барлығын түгелдей қарап шығады. Қайсысында просмотр көп, видеолардың барлығы өзіңіздікі ме және 100%-ық сәйкестік жоқ па деген сияқты. Егер де сіз басқа біреудің видеосын алып тұрып, монтаждап салған болсаңыз, 50-50, ол кезде басқа біреудің видеосын салған кезде Mindset'қа қосып қалады. Қазір кезде кино обзорды, хит болып жатқан кино обзорды байқайтын шығарсыздар. Кино шолу, яғни қысқаша шолу жасайтын. Ол каналдың иелері осы ережені біледі, яғни авторский права болдырмай видеоны қалай пайдалану туралы. Мен мына каналымда қазір кезде сағатына тек бір-ақ просмотр болып тұр, 2 күнде тек 100 просмотр болған екен. Осы Mindset'ға кетіп жатқан кезде көбінесе просмотрдың көбісі орысша айтқан кезде срезать етіледі, яғни трафик сізде жоғары болып келе жатқан болса, осы Mindset'ның кезінде түсіп кететін болса, оның барлығы ол қалыпты жағдай, себебі Mindset'ға тексеріп жатқан кезде оның барлығы әсерін береді. Және көбісі осылай айтып жатыр, Mindset'дан кейін менің каналымда просмотр тіптен аз болды, көп просмотр жинау қиын болды деген сияқты. Mindset дегеніміз ол сіз YouTube-ға жұмыс істейсіз. Яғни сіздің каналыңыздағы видеоларды пайдаланады, қай адамға көрсетемін деген сияқты өзінің аудиториясын таңдап, сол видеоның үстіне рекламаны жібереді. Сол үшін сіздің видеоңыз рекомендацияна шығып өте қызықты болатын болса, көп қымбат рекламаларға да әрі қарай жіберіп, сол видеоңыздың 1000 просмотрға шаққандағы RPM-і, яғни доходы көп болуы мүмкін. Солайша сіздің видеоларыңыздың әрқайсысы ерекше қызықты болуы тиіс. Адамның назарын ұстап қалатындай болуы тиіс. Сол кезде сіздің доходыңыз, Mindset'тен келген доходыңыз, табысыңыз көбірек болады. Және де кей кезде осындай жағдайлар болып жатады. Каналыңыздағы барлық видеолар 100% өзіңіз түсіргенсіз және 100% өзіңіздікі болса да, кей кезде осы 3 жақтан өтіп болсаңыз да Mindset'ті қоспай қалады. Кей кезде ол отклонение деп келеді. Ол кезде сізге бір мүмкіндік береді апелляциямен. Яғни сол апелляцияға сіз өзіңізді видео түсіріп, каналдағы барлық видеолар өзімдікі деп түсіретін болсаңыз, кей кезде сол апелляцияны қабылдап, сізге Mindset'ны қосатын болады. Өз басым ойлаймын, осы каналда Mindset'ті қосып жатқан кезде одобрение беру-бермеуін бірінші боттар шешеді, ал апелляцияны ол жақта тірі адамдар сол видеолардың қарап тұрып, сол кезде одобрение береді деп ойлаймын. Себебі сіздің 100% өзіңіз түсіріп, өзіңіз 100% мысалға бетіңізбен сөйлеп отырсаңыз да, одобрение бермей қалу ол мүмкін емес жағдай. Сол үшін чужой контент деп былай жазылады, қысқа қайыра салады. Себебін жазған кезде сіздің каналыңызда Mindset'ті қосылмады, себебі бұның барлығы чужой контент деген сияқты. Одан кейін апелляцияға берген кезде Mindset'ті қосады, оның барлығын шын адамдар қарайды. Өйткені апелляцияға жіберген видеоңыз доступ по ссылка тұрады, ол кезде просмотр жүрген себебінен сіз байқай аласыз, оны тек адамдар ғана көре алады деп ішінде жұмыс істейтін. Достар, егер осы видеоны соңында дейін қараған болсаңыздар, алғысымды білдіремін. Егер осы видео сіздерге ұнаса, лайк басуды және астында кез келген комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видео сабақтарда көріскенше сау болыңыздар.